койгон кезде ал айтты го, мен шок болуп келдим, шок болуп кайтып келдим дейт. Жөн бул жерде былай го, жалпы калай айтса болот Руслан мырза. Эми ал жерде соттолуп жаткандардын тең жартысы бир нече кылмыс истегендер бар. Накты бир срок алып, отуруп, жыл кесилип отуруп чыккан жок. Баары условно менен пробацияда мисалы эч кандай мынау адам баласы безнаказанность деген болот го, үйрөнгөн кезинде эч кандай жоопкерчилик жок. Сондай кылмыс жасап жүрө берет коомдун ичинде. Эми исти жүргүзүп, зерттөө жүргүзгөн кезинде талгардын өз казыркы кылмыскерлер көбү милиция менен бирге го. Енді ол сөзім үшін мен өзім жаңа жооп беретін жерде жооп бере аламын. Болмаса неге олай іс бұрмаланады? Іс бұрмаланбау керек еді ғой. Мен айтатын, сол істі бұрмалағысы келген, істі жасырғысы келген, болмаса жеңіл жаза тағайындағысы келген, оның бәрі Аллаға мәлім, Алланың алдында олар да біз де жауап береміз. Ешкімнің басына салмасын. Сіз өзіңіз сол видеоны қосып, менің баламды өлтіріп жатқан соны басынан аяқ қарай аласыз ба? Шошымай, қорықпай, жүрегіңіз ауырмай. Реакциясыз көрүү мүмкүн эмес. Толық соңына дейін қарауға мүмкіндік бар, мысалы жүрегі бар, жаны ашитын, иманы бар адам соны қарай ала ма? Ал енді ойлаңыз, қолына әкесі пышақ алып шығады, соны әлдеқандай етіп көрсетеді. Ол пышақ біреуді жарақаттады ма? Или 13 қылмыскер болды дейік, 13-іне біреуіне қандай да бір зақым келді ма? Ауыр жарақат келді ма? Мына Оны айттық қой. кастет бар деді, мылтық бар деді, пышақ бар деді. Біз қай жерде тұрмыз? Біз өзіміздің территориямызда тұрмыз. Сіз болсаңыз да, мен болсам да, біз өзімізге тиісті мүлікке, өзімізге тиісті бауырға, балаға қорған жасаймыз. Өзіңе қорған жасайсың. Дұрыс па? Кейін егер азамат қол берсе, сол сөзінде тұру керек емес па? Қандай бандит болсын, қандай қылмыскер болсын, азамат болсын, еркек қой, мысалы, еркек, ер адам бір емес екі рет қол береді, сол жерде тып-тыныш кетіп қалғанда қайтер еді, жолдастарын шақырмай. Әркім өз үшін жауап беру керек қой, үйрену керек қой, жауап беріп. Талғарда мысалы соңғы 5 жылдықты алып қарасын, или 3 жылдықты алып қарасын, тек шакалдық тірлікпен ғана тірлік шешіліп жатыр ғой. Ұрып кету, жабылып ұрып кету, пышақтай салу, 5-6 адам болып жағылып бір адамды өлтіре салу, уже кәдімгі күнделікті тірлік, күнделікті оларға жеңіл сондай. Соңында барады, куәгер бола салады, соңында барады, кешірімге келе салады, сөйтіп шешіліп жүрген тірліктер. Если мен өтірік алдасам, статистиканы тексеріп көрсін. Болады, Талғар статистикасын халыққа, елге көрсетіп, заң құзырлы органдар тексеріп көруіне.